Не айтқысы келіп тұр? Нұрдәулет, өзіңізді тыңдайық. Баласахан кішкене көңілім босап, рекламада бір кішкене көзге жас албаған бар. Себебі не болды, не деген толқыныз? Баласахан енді біліп тұрмын да, негізі әр нәрсенің өзінің уақыты бар ғой. Сізге көп рахмет. Сіз осында мені көптеген андай ауыр пікірлерден қорғап отырдыңыз. Басқа да мүмкіншіліктерге, редакцияға басшы үлкен рахметімді айтқым келеді. Баласахан маған үлкен мүмкіншілікті беріп, осы мен үшінші рет беріп отыр негізі мүмкіншілікті. Гүл сізге, Баласахан. Маған? Иә. Ой, неге? Мынау тіпті біздің қай қызымызға деп қарап тұрсам? Жоқ, сізге. Көп рахмет, өте әдемі. Бұдан да керемет гүлдерге лайықтысыз, Баласаханым. Рахмет, көп. Енді менің айтқым келіп тұрғаны, Баласаханым, әр нәрсенің уақыты бар. Енді мен де кететін уақытым келді, Баласаханым, жобадан. Ішімде өте үлкен қимастық, қатысушылар, редакция, барлығын жақсы көрем, бенд, келем, барлығымен осы уақытқа дейін сыйластығым өте керемет болды. Осы жерде де пікір таласып, ұрысып қалған қатысушылармен бүгін таңертең жақсы жылы ле бізде табыстық. Ешкіммен ренжіскен күйінде кеткім келмейді. Мен барлықтарыңды өте қатты жақсы көрем. Енді сыртта өзімнің жұмыстарым, өзімнің мәселелерім, алдыға қойған пландарым 2026 келе жатыр, Баласаханым. Енді 25 бітіп жатыр. Артқа бір қарасақ, бір жылдың ішінде істеген нәрселеріме өзімнің көңілім толмай жатыр. Шынымен. Осы 26-ға үлкен мақсаттар қойып отырмын. Соларды пландап, соларға қарай бет бұрып, солармен жұмыс жасауым керек болып тұр.